Ал достар, біздің шашлығымыз дайын болды. Бауырдан жасаған. Өте әдемі, дәмі керемет енді. Мына. Егер видеом ұнаса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, қолдауларыңызды сұраймын. Және келесі видеоны көруге кеңес беремін. Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз бауырдан шашлық жасайтын боламыз. Арнамда бірінші рет болсаңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ал бізге алдымен бірінші бауыр керек. Міне. Осындай бауырды аламыз. Ішіндегі пленкасын жаймен деп ашамыз осылай. Осылай пленкамен бетіндегі пленкасын алып тастаймыз бауырдың. Осылай бауырдың несін алып алғаннан кейін бауырды осылайынан мына сіңірлерін алып тастаймыз. Бауырды осылайынан жұқалап кесіп аламыз. Ал біздің бауырымызды осындай қылып жіңішкелеп кесіп алдық. Міне. Осылай қылып кесіп алдық барлығын. Енді бізге сол іш май керек. Бізге осындай, мына қойдың іш майы. Осындай болып тұратын іш май керек. Және жуа, лук дейміз, немесе қызанақ, помидор, чеснок, сарымсақ, тұз, бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприкник және майымыз керек. Ал біз қазір бірінші алдымен чесногымызды жуамызды турап алайық. Қызыл бұрыш салып, енді паприкник салып жатырмын. Және қара бұрыш салам. Осылай. Және тұз. Осылай тұз салдым. Барлығын бір араластырып аламын осылай. Әбден осыған сіңдіріп алуым керек осылай. Және мына лимонды екіге бөліп сығамын осыған. Тағы да бір араластырып аламын осылай. Міне біз осындай іш майымызды алдық. Осылай жаямызда. Жаңағы маринадтаған бауырымызды осылай қоямыз.
Ал біз осыны енді бөлек-бөлек осылай тураймыз. Alıştırıp alayım mı? Tüyü alamaz. Tüyü жетеді, tüyü. Tüyü жетеді. Tamam. Пісет деген майдан. Ал біз осындай қойдың құйрығын алдық. Қойдың құйрығы және осылай бөліп аламыз мынаны. Енді бізге керегі құйрық май керек қойдың. Және осы құйрық майдан өзімізге керекті ғана бір бөлшегін кесіп аламыз. Майды осылай жіңішкелеп турап аламыз. Келесі қапалай береді. Осылай бауырымызды аламыз да. Ал енді біз бауырымызды алып, бауырды да дәл майда кескендей етіп, төрпіштілеп тураймыз. Осылай турап аламыз. Қадаған кезде осылай, или осылай қадаймыз ше. Жаңа жуалардың бәрін андай маринадтап алғам ғой, осыған салай береміз. Ал біз қарынның іш майынан осылай орап, іш майдан андай қып, осылай қып, ішіндегі бауыр үстіп орадық. Осылай қып жасадым міне. Ал мына екінші құйрық майдан жасалған, құйрық май бауыр, құйрық май бауыр қып, осылай қып екі түрлі қып жасадым. Мынау іш майдан жасалған, мынау құйрық майдан жасалған. Қазір дәмін көретін боламыз. Егер видеом пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоны көруге кеңес беремін. Міне біз мангалымызға шоқты түсіріп жатырмыз. Сексеуілден қазір түссін. Сосын шоққа қоятын боламыз. Жаңа дайындаған бауырдан дайындаған шашлығымызды, палчықларымызды. Міне салдық жаңағы. Майға оралған бауырымызды енді керемет болып жатыр, мына қараңыздар. Енді мына жағын кездесіп түсіретін боламыз. Керемет. Мына біз құйрықпен жаңа бауырдың араласқанын жасадық. Мына шашлыкты қойдық орнына. Мынау пісіп тұр. Қазір салып тарелкаға әдемілеп, әсемдеп қоятын боламыз. Ал достар, біздің шашлығымыз дайын болды. Бауырдан жасаған. Өте әдемі, дәмі керемет енді. Мына. Егер видеом ұнаса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, қолдауларыңызды сұраймын. Және келесі видеоны көруге кеңес беремін.